Мені гүлдерім ауырып жатыр деп, осылай емдеп беруіме шақырған болатын қыздар. Осылай гүлдерді әдемі етіп емдеп, ең біріншісінде осы еркек бағыты, яғни анториум гүлінен бастайын деп шештім. Тамырын ашып қарасам, тамырының бір жағының барлығы толығымен шіріп кеткен екен қыздар. Жақсылап барлық өзінің кокосовый субстратында тұрған соның барлығын босатып алдым. Сатып алғаннан кейін мүлдем ауыстырмаған, және оның ортасында осындай торфяной стаканчик болады қыздар. Торфяной стаканчикті алып тастау керек. Тамырының барлығын босатып болған соң, горшоктың астына керамзит тастап, өзіне арналған осындай барлық қоспалары бар өте жеңіл торфяной топыраққа отырғыздым қыздар. Сіздер де осылай гүлдеріңізді әдемі етіп емдеуді үйренгілеріңіз келсе, топырақ жасауды үйренгілеріңіз келсе, осы анториум гүлін қалай өсіру керек екенін білмесеңіздер, өлтіріп ала берсеңіздер, онда гүлдер курсын алсаңыздар болады қыздар. Комментарийға жазып кетіңіздер. Осы анториум гүлінің бір қасиеті қыздар, осы воздушный тамырларын көміп тастауға болмайды қыздар. Беткі жағы тек тамырын жабатындай етіп, өте рыхлы етіп, отырғызған кезде топырағын қатты басуға болмайды. Және осындай фунгицид фитоспоринді езіп алып, топырағына суғарып шықтым. Және де стресстен шығару үшін цирконды 3 тамшы цирконды 1 литр суға араластырып, жақсылап бүркіп барлық гүлдерге шашып шықтым қыздар. Сіздер де осылай гүлдеріңіздің ауырғанын барлығын емдеуді үйренгілеріңіз келсе, бактериальный грибковый аурулардан емдеп үйренгілеріңіз келсе, қыздар, гүлдер курсына шақырамын. Маған WhatsApp-қа жазсаңыздар болғаны.